Жеке табысты арттыратын 5 қадам. Нақты соманы анықтаңыз. Қай мерзімге және қанша ақша алғыңыз келеді. Есіңізде болсын, жай ғана қалаймын жұмыс істемейді. Нақты сандар мен мерзімдер қажет. Сіз қалаған табыс деңгейіне қол жеткізгеніңізді елестетіп, сол көріністі нақты көріп, шынайы сезінуіңіз керек. Бұл кезеңде сіз қорқыныш, үрей, ұят сияқты кедергілерге жолығуыңыз мүмкін. Қалаған нәтижеге жету үшін оларды неден туатынын анықтаңыз. Екінші тармақта айтылған кедергі келтіретін сенімдерді пысықтап, оларды ауыстырыңыз. Ол үшін шектеу сенімдерінің бірін таңдап, оған терең үңіліп, толық сезінген соң, оны басқа сенімге ауыстырыңыз. Мысалы, үлкен ақша тек адал емес еңбекпен ғана келеді деген сияқты сенімді адал адамдарда нарықтық экономикада жақсы табыс табуы мүмкін. Тек қана жұмысқа сәл көбірек көңіл бөлу керек деген сияқты сенімге ауыстыру керек. Үлкен мақсатыңызды бірнеше тармаққа бөліңіз және оларға нақты қадамдар жазып, ыңғайлы жылдамдықпен қозғала бастаңыз. Бірақ міндетті түрде үздіксіз қозғалыста болыңыз. Кішкентай жетістіктер үшін өзіңізді мақтаңыз, рахаттаныңыз және шын жүректен қуаныңыз. Әрбір жеткен жетістіктер үшін қандай да бір сыйақы ойлап табыңыз. Мысалы, өзіңіздің сүйікті тәтті нәрсеңізді немесе шағын, бірақ жағымды зат сатып алыңыз.